мұраны бөлу, болмаса өсиеттің күшін жою. Осы туралы біраз сұрақтарға шолу өтейік. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан, каналда қалыңыздар. Алло, это юридическая компания. Можно вопросы? Да, слушаю вас. Какие у вас вопросы? Мұраны қабылдау, болмаса өсиеттің күшін жою, немесе бұның сұрақтары мерзімдері өтіп кетсе не істейміз? Осы сұраққа біраз жауап берейік. Әдеттегідей 3 этапқа бөлейік, қарастырайық. Мұраны қабылдау. Бірінші этап. Мұраны қабылдау. Мұраны қабылдаған кезде қандай негіздерге көңіл бөлу керек? Ең бірінші, адам қайтыс болғаннан кейін 6 айдың ішінде мұраны қабылдап үлгеру керек. Мұраны кімдер қабылдайды? Мұраны қайтыс болған адамның ұлдары, қыздары, балалары және әке-шешелері бірінші кезекте. Егер ұлдары, қыздары, балалары, әке-шешесі жоқ болса, одан кейінгі тума-туысқандар, ағайындары. Егер ағайындар жоқ болса, одан кейінгі туысқандар бөлініп 7 этапқа бөлінеді. 7 тума-туысқандарға бөлінеді. Өйстіп мұра қабылданады. Осы адамдармен қабылданады. Егер қайтыс болған адамның артында ешкім жоқ болса, әрине ол мемлекеттің балансына өтіп кетуі мүмкін. Бірақ туысқандары бар болса, мұра қабылдануы тиіс. Адам қайтыс болғаннан кейін қайтыс болды деген куәлігін алып, нотариусқа барып ресімдеу керек. Яғни мұра ашылды деген қағаз ашып, жан-жаққа жаңағыдай газеттер, журнал арқылы нотариус хабарлама жібереді. Және осындай кісі қайтыс болды, және осындай мұра ашылды. Осы мұраны қабылдауға талап тілектеріңіз бар ма деген. 6 айдың ішінде, Алла бұйыртса, егер ешкім талап тілек қоймаса, бір адам мұраны қабылдауға болады. Яғни бір адам болмаса бірнеше адам. Мысалы 4 баласы болса, 4 баласы бірдей жаңа мұраны қабылдай алады. Болмаса үшеуі біреуінің пайдасына мұраны сыйға тартуына мүмкіндік бар. Осылайынан мұраны қабылдауға болады. Бұл яғни заңды нотариус арқылы қабылдайтын жолы. Ал егер мұраны сіздер қабылдаған ешкім, балалары бар, бірақ ешкім қабылдаған жоқ. Бір кенже баласы тұрып жатыр, әдеттегідей, бірақ ресімдеген жоқ. 4-5 жыл өтіп кетті. Ондай жағдайда не істейміз? Егер 4-5 жыл өтіп кетсе, және кенже баласы болмаса балалардың біреуі сол үйде тұрып жатса, факт бойынша мұраны қабылдаған болып есептелінеді. Яғни не істеуге болады? Сотқа талап арыз жазып жүгінуге болады. Мұраны қабылдады деп есептеу туралы. Не үшін? Өйткені сіздер 4-5 жыл бойы осы жерде тұрасыздар, мысалы мүлікті үйде, және оның тоғына, газ, су бәрін төлеп жатырсыздар. Яғни сіз факт бойынша мұраны қабылдауға кірісіп кеттіңіздер. Сондықтан мұраны қабылданды деп тану туралы талап арыз қойсаңыздар болады. Сөйтіп соттың шешімін шығарып, соттың шешімінен кейін нотариусқа барып ресімдеп алсаңыз болады. Осындай бір мұра қабылдау бойынша мағлұматтар бар. Енді екінші этап туралы, өсиет туралы көшейік. Екінші этап өсиет. Өсиет барлығымыз білетіндей, осы шариатта да бар. Мына адам артынан өсиет қалдыру керек. Яғни мұрасының кімге қалынатыны, қалай бөлінетіні туралы, Одан басқа да өсиеттер қалдыруға болады. Яғни қайтыс болғаннан кейін кейбір адамдар артынан жыламағанды қалайды, артынан жылағанды қалайды. Болмаса тағы да бір ритуалдар болғанын қалайды. Сол сияқты өсиетті сонында қалдыруға болады. Бізге қызықтысы өсиеттің мүлік жағы. Яғни мүлікті егер өсиет бойынша бір баласына қалдырса, я кенже баласына, я үлкен баласына, ол кезде қалай мұра қабылданады? Адам қайтыс болғаннан кейін өсиет оқылады. Өсиет бойынша бүткіл мүлік бір баласына қалуы мүмкін, болмаса бір адамға қалуы мүмкін. Сол адам өсиет бойынша мүлікті қабылдайды. Егер қайтыс болған адамның артында 18-ге толмаған, яғни кәмелет жасқа толмаған балалары жоқ болса әрине, және соның қарамағында болған мүгедек балалар жоқ болса,
яғни мүгедек балалар болса, яғни 18 жасқа толмаған балалар болса, өсиет болса да, осы өсиет қабылданған адам, қалдырған адам және балалары арасында теңдей бөлінеді. Өсиет бар болғанына қарамастан. Соған мән беру керек. Ал енді өсиет қалдырды, адам қайтыс болды, одан кейін балалары да осы өсиетті заңсыз деп танып жатқан жағдайларда бар. Ол қандай жағдайда? Яғни өсиетке қол қойған кезде жаңағы қайтыс болған адам ауру болса, өзінің ісіне іс-әрекетіне жауап бере алмаса, болмаса наркопсиходиспансерде болса, сол кезде өсиетті ол кісі жаңағыдай өсиетті заңсыз деп тануға болады. Яғни бір 5-6 жыл өтіп кетті дедік, адам қайтыс болды, анықталды. Сол кезде өсиет берген уақытта ол кісі ауырып жатқан екен, өз-өзіне түсіне алмады, оның іс-әрекетін түсіне алмады. Сол кезде бір балалары келіп, болмаса тума-туысқандары келіп, соны қолданып, қолын қойдырып алды өсиетке. Осындай жағдайларда өсиетті заңсыз деп тануға болады. Ал енді үшінші этапқа көшейік, ол мерзім туралы. Мерзім, яғни адам қайтыс болғаннан кейін 6 айдың ішінде мұраны қабылдап үлгеру керек. 6 ай өтіп кетсе, оны сотқа жүгінеміз. Яғни мұраны қабылдауға уақытын қайта қалпына келтіру туралы талап арыз қою арқылы. Көбісі шатасады, 6 айдан кейін мұраны қабылдау керек деп. Негізі 6 айға дейін қабылдау керек. Адам қайтыс болды, 6 ай мерзім беріледі. Осы 6 айдың ішінде нотариусқа барып ресімдеп үлгеру керек. Егер ресімдеп үлгермесеңіздер, заң компаниясына жүгінсеңіздер болады, біздер көмектесіп береміз. Әрине, сұрақтарыңыз болса, астында комментария жаза отырыңыздар, және астындағы жүректі де баса отырыңыздар. Подписканы ұмытпаңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Көріскенше күн жақсы.